мына Шыңғысхан жайында жұрт әртүрлі әңгіме айтады ғой. Әңгіме айтқыштар көп. Және оны құлшына басатын баспасөздер де бізде көп. Мен таңғалатын нәрсем, мына ғылым деген нәрсені біреудің қолшақпары жасауға болмайды. Ғылым деген бұл қасиетті нәрсе. Бұл мемлекеттің деңгейін көрсетеді, дәрежесін көрсетеді. Қаншалықты зиялы, қаншалықты надан, қаншалық деңгейі жоғары, қаншалық төмен, соның бәрі ғылым арқылы, өнер арқылы, білім арқылы көрініп тұрады. Біз сол білімді халықтың қатарына қосыла алмай отырмыз. Осы Шыңғысханнан соның бәрі көрініс береді. Шыңғысханды жазу жайымызда. Шыңғысхан ол біздің ата бабамыз. Ал осы мен осы ата бабамыз дегенде мен Шыңғысхан жайында құрығанда бір енді 50 шақты кітап оқыған шығармын. Солардан оқығаннан кейін сезіммен айтып отырмын ғой. Біреу осы бойына сіңіре алмайды, ата бабамыз деген. Ол моңғол дейді. Ал моңғол деген кім? Біз мына Сталиннің заманында татаро-моңғолская ига дейді. Татар-моңғол езгісі дегенді құлағымыз жауырылғанша естіген адамбыз. Бұл татары қайсысы, моңғол қайсысы. Біз де бәріміз де осы қазіргі Моңғол Халық Республикасында тұратын моңғолдар деп жүрдік қой. Мен жақында Шыңғысханды көрген, оның бас қолбасшысы Мұқалидың қосынында болған, онымен сөйлескен Хун деген Қытайдың елшісінің жазған кітабы бойынша Мен Бей деген соны құрастырған Қытай жазушысының кітабын оқыдым. Бұл қай жылы шыққан дейсің ғой? 1975 жылы Москвадан шыққан. Совет өкіметінің дәуірлеп тұрған кезінде шыққан кітап. Соны біздің қазақ тарихшылардың ешқайсысы оқымаған болып шықты. Мына ғажапты қараңыз. Ал енді бұл не айтады дейсің ғой әлгі Қытай? Маған бір не деуіме болады? Оп-оңай жерде жатқан алтын, бірақ ешкім байқамаған алтын сияқты болып көрінді. Былай дейді. Мына орыстың тұңғыш Қытай танушысы бар, синолог дейді. Бичурин деген. Бұл өзі шуаш. Шуаш деген түрік халқы. Бірақ бұл кісі түрік тілін білмеген сияқты. Түрік тілін білмейді екен. Алғаш барып 19 ғасырдың орта шенінен асқанда Қытайға монах болып барған, және Қытайдың бүкіл жырнамаларын оқыған, сол арқылы бүкіл шығыс халықтарының, тайпаларының, руларының тарихын 3 томдықпенен жазды ғой. Содан бұл әйгілі болды. Бұл кітап біздің сусындаған кітабымыз болды. Ал енді осы кісінің басқа да кітаптары бар екен. Мына Тибет жайында, Тибетті Кухонор дейді екен Қытайлар. Сонан кейін Қытайдың статистикалық несін жазған екен бұл кісі. Соның бәрін оқып қарасам, мына моңғол халық өлкесінде тұратын моңғолдарды, бәрін моңғол деген әңгіменің бәрін бастаған осы Бичурин болып шықты. Бичуринге бәрі моңғол екен. Қалға деген қалмақта моңғол, Найман да моңғол, Жалайыр да моңғол, Барин деген түрік халқы, о да моңғол. Көрдіңіз бе? Өйткені Қытайда ішкі Моңғолия деген бар. Мына ненің сыртында Қытай қорғанының солтүстік, солтүстік шығысының бәрі бұрынғы түрік тайпалары ғой. Солардың бәрі бұлар ішкі Моңғолия дейді, Қытайлар. Сонда Бичурин барғанда мына ішкі Моңғолияда тұрғандардың бәрі моңғол деген бітті. Өзі жазады және. Оның ана тілде ажырата алмайтындығын айтыңыз. Моңғолияда кімдер тұрады дегенде. Моңғолияда тұратын халықтар дейді. Моңғолдар, херелер дейді, херелері керей, тайшуыттар дейді, тайшуыты жалайыр, және дейді, төртіншісінде
айтып еді. Сөйтеді де бұл осының бәрі моңғол дейді. Енді ешқашан керейлер мына қазіргі моңғолдар болып көрген. Сөйтеді де былай дейді. Моңғолдарды дейді, Қытайлар бұларды халқа дейді. Орта Азияның халықтары бұларды қалмақ дейді. Қазақ қой енді, біз қалмақ дейміз. Енді біздің 35 жыл Ақтабан шұбырындының біз 18 ғасырда құрбаны болдық. Сонда ешбір қазақ, кешегі Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбайлар біз моңғолдармен соғысып жүрміз деп айтқан емес. Қалмақтармен соғыстық қой. Ал енді сонда бұның моңғол деп отырғаны Бешеріннің ойраттар, халқалар, сол жерде тұратын наймандар, жалайырлар, бариндер, тубет қалды, мына тубалар. Туба деген туба ғой. Мына сенен кейін қарап қой. 1924 жылы Моңғол Халық Республикасы құрылды. Онда Суховатыр, Шойбалсан деген өздерінің көтерілісшілеріменен. Сол кезде 546 мың ғана халқада тұратын халық бар екен. 500 миллионнан асатын ғана. Оның ішінде кім бар де? Халқалар бар, қазақтар бар, тыбалар бар. Бұның ішінде қазақтар мен тыбалар түрік халқы. Екеуін алып тастасаң, халқа қанша қалады? Ал тыбалар 30 жылдары Совет одағына қосылып кетті. Сонда ол жерде басқа халықтар, ойраттар қалды, халқа қалды, қазақтар қалды. Кішігірім енді түрік тайпалары бар, олар ұранқайлар. Сонда ойла, 20 ғасырда бір 300 мыңдайға халық болып отырған. Бір жалайырдың өзін Рашид ад-Диннің айтуында 70 күрен болған. Әрбір күренде 1000 үй. 1000 үй дегенде бір үйде орта есеппен 5 адам. Сонда бір күренде 5000 адам болады. 70 күренде 350 мың адам. 350 мың адам о кезде жалайырда болса, 350 мың адам керейде болады, 350 мың адам найманда болады, меркітте бұдан азырақ болады. 1,5 миллион түрік халқын өзі жоқ халқа қалай жеңеді? Бұл миға сыймайтын нәрсе. Бұл тарихшылар неге ойламағанын білмеймін. Ал енді қызығын қара, жаңағы Бешерін бәрін моңғол қылып қойды ғой. Жаңағы кім айтады? Құн айтады. Ешкім бұны айтпаған. Шыңғысхан жайында қаншама кітап жазып жатыр. Шыңғысханның түрі қандай, оны қандай, ешнәрсе айтпайды. Бұл айтады. Татарлар дейді. Шыңғысханды айтады. Бұлардың бәрі біздің Қытай қорғанынан батысқа қарай тұрады дейді. Қорғанның қасындағы мәдениеттілеу татарлар дейді. Ары қарай батысқа кеткен сайын олар жабайы татарлар дейді. Шыңғысхан жабайы татар, қара татар дейді. Көрдіңіз бе? Жабайы татар, жабайы татардың ішінде қара татар дейді. Жабайы татарлардың өзі екіге бөлінген ғой. Ақ татар, қара татар. Кім дейді? Қара татар дейді. Мынаны қараңыз. Ал енді кімді айтады? Бұның бас қолбасшысы Мұқали, о да қара татар дейді. Сонда қара, бүкіл әлем біледі Мұқалидің жалайыр екенін. Ол қара татар, ол жалайыр болады да Шыңғысхан кім болады сонда? Міне, екеуі де қазақ. Бұл ғажапты көр. Шыңғысхан дейді, бұл татарлардың бәрі орта бойлы болып келеді дейді. А Шыңғысхан ерекше дейді. Ол ұзын бойлы, кең маңдайлы, сұсты дейді. Сұсты. Воинственный деген ғой. Сұсты адам дейді. Көрдіңіз бе? Бұны ешкім адам айтқан адам емес. Мына Шыңғысханның түрі мынандай деп қазақ тарихшысы да айтқан емес, моңғол тарихшысы да айтқан емес, орыс. Бұнаны Қытайдың елшісі айтып отыр. Бұл және ешқандай құпия кітап емес. 75 жылы Москвадан шыққан. Ғылым академиясынан сондай бір 40 шақты кітап шыққан екен. Шығыстың тарихына арналған. Соның біреуі ғана мына. Өнен кейін бұның Шыңғысханды көргенін қараңыз. Бұл 21 жыл екен. 1221 жылы. Шыңғысхан 1227 жылы қайтыс болды. Бұл тірі кезінде барған Шыңғысханның ордасында дейді. Үлкен ақ төбелі тұрады дейді. Ал Мұқалидің бас қолбасшының ордасында дейді. Үлкен ақ ту 9 шашақты дейді. 9 шашақты ақ ту. Неге 9 шашақты дейсің ғой? Осы Шыңғысханнан бұрын 100 жылдан бұрын Махмұд Қашқаридың түрік сөздігі жасалған. Ол 2 томдық қазақшаға да аударылды. Қазір сонда былай деп жазылған.
түріктің дейді ең үлкен дәрежелі туы 9 шашақтан аспайды дейді. Ең үлкені 9 шашақ. Түріктің деп анық жазылған, түрік сөздігінде. Осының өзі түріктің туы екенін көріп тұрған бас қолбасшыда. Және дейді, осы соғысқа шыққанда дейді, кім? Мұқали, ана туды жайып жібереді дейді. Жайып жібереді де, бұларды әуез қойлар тартады дейді. Бірдемен ай дейді, домбыра болу керек деп ойлаймын. Қытайлар ырды айта алмайды. Татарды татан дейді, көрдің ба? Теміршіңді темүкшит дейді. Темүкшин деп жүрміз ғой, ол теміршің. Сәкен Сейфуллин де жазған, бәрі жазған оның бәрін. Біздің тарихшылардың демесі мына кім? Мұхтар Мағауин 4 томдық Шыңғыс хан жайында кітап жазды. 4 томдықты Шыңғыс хан жайында оқымай, жаңа Шыңғыс хан қазақ емес деп жазатын тарихшыларға тек таңғалу керек. Нағыз тарихшы болса, мынау не жазды екен деп көру керек қой. 4 томға не жазды екен деп қызықпайды. Ол оның түрік екенін ғана жазған Карпини рубриктерге жазып берген хаты сол сақталған ғой. Соны оқытып, түрік тілінде жазылған дәлелдеп отыр ғой. Соны тыңдамайды. Сонан кейін дейді, ана музыканы ойлағанда әйелдер ойнайды дейді. Әдемі киінген қыздар шығады дейді. Көрдіңіз бе? Барабан, бірақ барабан бар дейді Мұқалидың несінде. Сол әскери жорыққа шыққанда сол барабан ойнайды дейді. Кәдімгі біздің әскери шерудің түрін айтады. Ал енді бұның қызығын қара, ешбір жерде Шыңғыс ханның балалық кезі дәуірі 14-15 жыл құпия. Не істеген ешкім білмейді. Бұл Қытай, осы тарихшылардың бәрінде дерлік кеткен бір қате бар екен. Ол қате не дейсің ғой? Шыңғыс хан 9 жаста болғанда Өсугей әкесі қалыңдық іздеп 9 жасында Қоңыраттардың еліне барады. Өзінің нағашы жұрты ғой былайша. Сонда барғанда Дәй шешеннің жолдан кезігіп үйіне барып, оның 10 жас арқасына құда түседі. Құда түседі де қайтып келе жатқанда татарлар бұған у береді. Сөйтіп сол у бергеннен кейін бұл меңлікті жібереді. Мен жолда буландым, мен енді көп ұзамай өлем ғой, баламды алып кел дейді. Басында бұл құда болғаннан кейін бала қалыңдықтың қасында қалу заң екен. Бірақ өзі өлетін болғаннан кейін Өсугей оны алдырады ғой. Сөйтіп тұрып, осы тарихта айтылады да, бүкіл тарихшы айтады. Шыңғыс хан 13 жасқа келгенде Өсугей өлді дейді. Сонда 4 жыл ауырып жатқан болып шығады. Бұл міне жалған мәлімет болып шықты. Ол сол жыл өлген. Сонда 4 жылды қосып жіберген. Ешкім тексермеген. Бұл бәрі сонда кеткен екен. Осы қателік бәрі деген. Бәрі сөйтіп жазады. Шыңғыс хан әкесінің 13 жасында қалған деп. Ал енді бұған нануға болмайтын себебі жаңағы хунның жазбасында айтады. Шыңғыс хан бала кезінде дейді 10 жыл Қытайдың тұтқыны болған дейді. Бұл деректі ешбір тарихшы айтқан емес. 10 жыл тұтқында болған дейді. Цзин деген соның бір о кезде Қытайлардың Шыңғыс ханның әскері басып алғанша оның әр провинциясы өзі жеке-жеке мемлекет болып отырған. Қытайдың. Сол Цзин деген мемлекетінде 10 жылдан аса тұтқын болған дейді. Ал енді қара, бұл қалай деп ойлайсың ғой. Және ол тағы не айтады де. Осы тұтқыннан 10 жылдан астам қашып шыққаннан кейін дейді. Осы Цзиннан кегімді алам деп дейді. Тұңғыш ұлы менен келіп, шабуыл жасаған кезде тұңғыш ұлы оқышқан дейді. Білдіңіз бе? Тұңғыш ұлы оқышып, оның бұған қарсы Цзиннің батыры баласы менен Шыңғыс хан жаққа қашып шыққан дейді. Сонан кейін қашып шыққаннан кейін ол баласына дейді, өзінің жаңағы өлген баласының әйелін қосқан келін дейді. Білдіңіз бе? Ал енді ойла, бұл қалай? Bir жерге барып шабуыл жасаған, ешкімді танымайтын адамға өзі қашып шығып берілмейді ғой. Цзин менен тұтқын болғанда оны босатуға көмектескен батыр бұл. Көрдіңіз бе? Ол соған қашып шықты, сол батырға кейін Мұқалиден кейін 5-ші дәрежелі үлкен қолбасшысы болады екен ол. Ал енді сонда бұл қалай? 10 жылдан астам уақыт қай кезде бұл тұтқынға түсті деп ойлайсың ғой. 9 жасында әкеден қалғаннан кейін
егер Моңғолдың құпия шежіресін, алтын шежірені Рашид ад-Динді оқыған кез келген адам біледі. Онда сол алғаннан кейін келесі жылы тайшыбыттар әлгі қырылдақ қызғаншақ Амбағайдың ұрпағы баласы енді Есугей өлді қандары. Бұның орны бос тұр ғой. Сол кезде Шыңғыс ханның өзінен үлкен ана басқа шешеден туған аты бектер. Соны Қасар екеуі атып өлтіреді ғой. Өйткені келесі хан болу соның несі ғой. Бірақ Шыңғыс ханға зорлық көрсетіп, біресе балығын тартып алады, біресе құсын тартып алады, сөйтеді ғой. Ол неге екеуі жабылып өлтіреді? Демек, ол бектер Шыңғыс ханнан үлкен. Ана өлеңнен бұрынғы шешесін, өлеңді жолда келе жатқанда меркіттен тартып алады ғой біз. Өте сұлу әйел болған, Қоңыраттың қызы. Соны өлтірді. Ол былайша айтқанда оның бақ таласы болатын еді, тақ таласы болатын еді, оны жолдан алды. Көрдіңіз бе? Ал енді жаңағы келгеннен кейін шешесін де бәрін далаға тастап кеткен тайжігіттер 10 жасынан кейін. Мынаны естігеннен кейін кімнен жазалаймыз, өзінің бауырын өлтірген деп Бұрханға келеді ғой. Бұрханға келгенде оны Қасар інісі ағашты кесіп бөгет жасайды. Бұны көрмеген адамдар әртүрлі айтады. Енді Бұрханды көрдім ғой. Былай бара жатқан сонда ағашты көлденең кессе өте алмайды. Бүкіл сайдың іші қарағай. Орман. Бірақ сонда аналар соғысып жатқанда сендерге біз тиіспейміз. Ана Теміршіңді шығарып бер бізге, өз ағасын өлтіргенде айқайса. Теміршің сонда мына жақтан айналып неге қарай, Өсекке қарай, Түргенге қарай қашқан ғой. Бұл Өсекті бұрын Түрген өзені деген өзен ғой. Оны 1856 Шоқан барғанда айтады, қазір Түрген деп Жаркенттен төменгі жағын ғана айтады дейді. Қазір Түрген тоғай, осы күнге дейін Түрген тоғай. Ал оның Өсек болатын себебі 15-16 ғасырда Орданың баласы Орысхан билеген болып жерді. Орысханның Өсек деген баласы болған. Өсек баласына осы Бұрхан, Жаркент, осы қазіргі біздің Жетісуды берген. Сонда ол жайлағаннан кейін бұл сол Өсек жайлаған болып, жоғарғы жақ Өсек аталып кеткен, төменгі жақ Түргенмен қалған. Көрдіңіз бе? Бұл тарихтың адамның аты болып тұр ғой. Адамның аты. Өсек жайлаған дейді, бізде Бәленшенің қорасы, Түгеншенің қорасы толып жатыр ғой, қойшылардың атымен аталады. Шәлімбектің қорасы, Асанның қорасы деп, кім отырса, соның атымен атала береді ғой. Өсек деген төре болып тұр ғой сонда. Жердің көбі сондай. Міне сонда қара. Жаңағы кімдер келіп, Тарғытай қырылдақтар келіп бұны қуған кезде, одан қашып Түрген тауына тығылды деп тұр ғой. Түрген тауындағы тоғайға тығылды. Түрген тоғайда о жақта туып өскен мен білемін, басқа тарихшылар білмеген соң нанбайды. Тіпті Европаның тарихшылары ол сенің Жетісуың жерін білмейді ғой. Қазақстан тарихшыларының өзі білмей отырған нәрсені олар қайдан білсін? Сол Түрген тоғайға қазір Жаркент пен Көкталдың арасында 9 күн тығылып жатты ғой. 9 күннен кейін ұстайды оны, Түргенді ұстап Ілеге апарып, Ілебеден қашып шығып Іргетауға барады. Іргетау Қосталдың қасындағы ол кезде Бүркей ірге дейді екен. Бүркей деген сөз ық деген сөз ғой. Ық ірге. Анау Қоңыр өлеңнің басында Қарақол деген өзенді білесің. Қарақолға мына жақтан келіп, жанамалап келіп, Қабырға өзені құяды. Сөйтеді, екеуі біріккеннен кейін бұл теректі болады, Қоңыр өлең деген. Қоңыр өлең деген жайлау Қоңырат өлең болуы мүмкін деп ойлаймын мен. Қоңыр су деген су болмайды ғой. Өлең деген судың аты дейін десем. Бұрын өзенді өлең деген ғой. Көне түрікте. Бұл кәдімгі Шыңғыс ханның шешесінің аты болу керек. Қоңыр өлең. Қоңырат өлең дегенде қоңыр өлең деп кеткен екен деп өзім ойлаймын. Бұл енді тарихи дәлел емес. Өйткені жоғары жағында Қайду деген Шыңғыс ханның алтыншы атасы. Алтыншы атасы жайлаған жер Қарақол. Қарақол осыны дейін Қарақол аталады. Мына Рахметолла Нұрпейісов деген ақын ағамыздың туған жері сол Қарақол. Қазір ел тұрмайды, ол жақтағы ауылдың бәрі, шағын ауылдардың бәрі іріленіп кетті ғой. Сонда қара, өзің ойла. 10 жасында
жаңағы Тарғытайлар тастап кетті. 11 жасында жаңағы бұны өзінің несі ағасын неге өлтіреді деп олар келіп қудалады. Қудалағаннан кейін бұл қашып шығады. Қашып шыққаннан кейін бұның әлгі келесі жылы 8 жылқысын біреулер барымталап алып қашып кетеді, ұрлап кетеді. Соның артынан қуады. Бұл қуған жасында бұл сол 11-12-лердегі бала. Қалған інілерінің бәрі ұсақ балалар ғой әлі. Содан қуып барғаннан кейін ол бауыршымен жолығады ғой жолда. Жолығып, бауыршы екеуі барып 8 жылқыны алып қашып келгеннен кейін өзі 12-де, бірте 13-те. 13-те отау ие сол кезде. Бөртені алуға кеттік деп бөртені алады. 13 жасында бұл бөртені алды. Көрдіңіз ба? Бітті. Одан кейінгі тарихта мәлімет жоқ. Одан кейін Жошы туады, бітті. Жошыны бұл 27 жасында көрген. Сонда арасында 15 жыл жоқ. Жаңа Қытайдың айтқан демек рас. 10 жыл тұтқында болған рас. Ал енді бұл қалай тұтқынға түсті? Қытайлар келіп түспейді ғой. Ал басқа тарихта басқаша айтатын жер бар. Кімнің өлеңді алып келе жатқан меркіт жігіті, Шелидей дейді. Ал ол меркіт жігіт, меркіттің басшысы Тоқтаның інісі. Күймемен келе жатады. Енді ол кез келген адам күймемен жүре бермейді ғой. Соны әлі айтқанда Есугей жолдан тартып алады ғой әйелін. Ол қашып кетеді. Соған кектенген Тоқта аңдып жүріп Шыңғысханды бала кезінде тұтқындады дейді. Тарихи жерде осылай ашық айтады. Соны дейді көп сыйменен сатып алған деп ат үстімен айтып кетеді. Ал ойлап қара, оны кім сатып алады? Өзін шешесін, екшесі бауырларымен бірге Бұрқанда тастап кетті. Кім? Жамұқапар болсын төлей ме? Амбағайдың баласы жаңағы Тарғытай төлей ме? Жоқ. Ол Қытайға беріп жіберген тұтқынға. Міне. Осылай тарихпенен содан кейін барып, осы кезде шешесі кім барда кімге меңлікке тиген. Әлі тұтқынға кетпей тұрғанда. Өлім келіп, інілерінің балашаға бәріне ие болып жеке отау болғаннан кейін, жарайды енді сендер өз үйіңмен болды да, ол меңлікке тиген болу керек. Оны қай кезде тиген ешбір тарих айтпайды. Ал енді бұл тұтқынға түсіп кеткеннен кейін, кіммен ұзақ тұра алмаған өлең. Баласы тұтқынға түсіп кеткеннен кейін қайтадан Бөртенің қасына келген, ене болып. Деп ойлап болуға болады. Бұл жайында еш тарих, не Қытайдікі, не Әбілғазы ешқайсысы айтпайды. Бұл құпия. Тек өзің шешетін нәрсе. Сонда бұл 80-ші жылдары босаған, 80-ші босап, ана баласы, тұңғыш баласы сол кезде 12-13-терге кеп қалған бала. Соны 12-13-те ол кезде біздікі әскерге қосады. Ол түгіл 18-ші ғасырдың өзінде 13-тегілер Ақтабан шұбырында әскерге қатысқан. Сол кезде барып баласы үйлендірген келгеннен кейін 80-ші жылы үйлендіріп баласымен кек аламыз деп барып, сол жерде баласы оқушы өліп отыр. Ана Қытайдың батыры бұл жаққа баласымен өткен, оның өткен баласына ризашылықпен Шыңғысхан өзінің келінін қосып отыр. Бұл тарихи жаңалық деуге болады. Бұл жазылған тарихта бар нәрсе, бірақ біздің қазақ тарихының айналымына түспеген дерек. Мен осыны көріп тұрмын. Және Шыңғысханның дейді, жаңағы Хунның айтуында, Шыңғысханның тағы дейді, алтыннан атталған дейді. Бәрі алтынмен атталған. Мұқалидың тағы дейді, тура Шыңғысхандікі дейді, бірақ ол күміспен күптелген дейді. Айырмасы тек сол деп қана, тек айырмасы сол ғана дейді. Анау алтын, анау күміс, әйтпесе екеуі бірдей дейді. Көрдіңіз бе? Ал енді бұл тағы бір үлкен маңызды айтады. Шыңғысханның бұл татарлардың жері дейді, қидандардың жерінің солтүстік батысында дейді. Қазіргі Моңғол халқының болса солтүстігінде, Қытайдың. Оны енді географияны ешкім алдай алмайды. Ал жаңағы кімнің? Бұны Бишөренің жазбасынан көруге болады. Бәрінен салыстырып, жаңағы Қытайдың жазғанымен. Сол Бишөренмен замандас, жаңағы Березін бәрі замандас қой, 19-шы ғасырдың ортасы. Сол бір Қытайдың сол жердегі
ішкі Монғолияның халықтарын айтады. Сонда халықтардың ішінде оның Дайман аймағы деген бар екен, Жалайыр аймағын Жалайт дейді, Жалайт аймағы дейді, татарларды Татан дейді, ырды айта алмайды ғой бұлар, көрдіңіз бе? Сонда айтады, мына жерлердің бұрын қазіргі ішкі Монғолияға тұрған халықтарды айтады, бұлардың бұрын қидандар мекендеген бұл жерді дейді. Бұлардың ішкі Монғолия тура қазіргі Қытай Республикасының солтүстік шығысын сосын түгел алып жатыр. Қидандар орта тұрса, оның солтүстік батысы Қазақстан, Шығыс Түркістан емегенде қай жер? Бұл тарихи дерек қой. Бұл өсек емес, біреуге жауап отырған жалай емес, біреудің тарихын бұрмалап отырғанымыз жоқ. Халқа Моңғол деген Шыңғыс ханға иші де жоқ. Ол кезде жоқ ол. 1,5 миллион халқы бар түрік халқын өзі жоқ халық қалай ол кезде жаулап алады, одан қалай Шыңғыс хан туады, ол тарихшылардың миына кірмейді. Бұл тек 1944 жылы августта Сталиннің біржолата түріктерді құрту үшін шығарған заңы бар. Татар автономия республикасында мына Алтын Орданы асыра мақтады, едіге жыры деген сол Шыңғыс ханды мадақтау, осылардың деп бүкіл оларды тазалап, идеологиялық адамдардың бәрін ауыстырған. Ал жаңағы Моңғол халық республикасы деген кітап сол жылғы берілген тапсырыс. Бүкіл жаңағы Моңғолский народный республика деген кітапты жазған Греков бастаған орыстың академиктері. Бір халықтың тарихын басқа бір халықтың тарихшылары жазып береді. Арасына екінші топқа Моңғолдың тарихшыларын қосып қойған, бітті. Осындай не. Тағы мысалы Рашид ад-Динде, сосын Қазбекбек атамыздың кітабында осы көптеген дәлелдер келген ғой. Сол жағын біраз айтып кетсең, мысалы Қазбекбек атамыздың кітабында Темүжін жайлы басқаша жазылады да мүлдем. Оған келісуге бола ма? Оған келісуге болады. Келісуге болатын себеп ол кісі айтады. Бұл Шыңғыс ханда Жалайыр дейді. Жалайырдың ішінде Манақтың ішінде Андас дейді. Орақтың ішінде Андас дейді. Ана Березиннің аудармасында Березин өзі Бишірінің замандасы ғой. Мына Бишірін неге қалмақ пен қазақты ажырата алмаған? Ол кісі қазақтың тілін білмеген. Ол Қытай танушы. Қытайда не жазса, соны сол қалпында аударады. Кезінде өзінің замандастары оған бір наз айтқан екен. Сен өзі Қытайдың жазғандарына сене бересің. Олар Қытай деген әр бастығы келген сайын тарихты қайта-қайта жазған халық. Сондықтан оған өйде демесе, Қытайдан жазғанын аударады екен. А Березин шығыс танушы. Ол парсы тілін біледі, түрік тілін біледі. Сондықтан ол өзінің ана Рашид ад-Динді аударғанында айтады. Мен татар, моңғол жайында көп жазылған, оны бірінен білемін. Ал енді Шыңғыс ханның түрік екенін мен Оғыз шежіресінен білемін дейді. Өйткені Оғыз түрік дейді. Оның ұрпағы Шыңғыс ханда түрік. Бізде Оғызнама деген кітап бар ғой. 9-шы ғасырларда деп біздің ғалымдар жоспарлайды. Сонда Оғыздың бәрі жазылған. Ал енді жаңағы Қазбекбек Тауасарұлы енді бұл 18-ші ғасырдың адамы. 18-ші ғасырдың адамы жаңағы 13-ші ғасырда жазған Қытайдың айтқанымен бірге келіп отыр. Ол кісі айтады, бұл кезде Моғол бар, Моңғол бар дейді ол кісі, сөйтіп айтады. Моғол деген ол түрік дейді. Моңғол деген сол кездің өзінде, көрдіңіз бе, 18-ші ғасырдың өзінде Моңғол деген сөз шыға бастаған. Ал енді бір нәрсеге мен өз пікірімді айтып дауластым. Бұлай өзіммен өзім дауласам ғой. Бұл нелердің бәрін білдіріп отырған Моғол мен Моңғол деген сөз. Көп бар сияқты. Біреу арықтатады, айналып келгенде екеуінің шыққан тегі бір-ақ сөз. Моғол деген. Мына Қытайдың тарихын жазғанда Бишірин. Бишіриннің мынандай кітабы бар. Шыңғыс хан әулетінен шыққан тұңғыш 4 хан деген. Шыңғыс әулетінен шыққан алғашқы 4 хан дейді. Шыңғыстың өзін айтады, Үкедейді айтады, Күйікті айтады, Мөңке. Осы 4-еуін айтады. Сонда айтып отырғанында оның жылдарын айтып отырады.
мысалы Үкетейді айтады. Сиыр жылы 29 жасында Үкетей ұлы таққа отырды дейді, Шыңғыс ханның орнына. Бұл сәл қателеседі. Бұл Қытайдың жазулары бойынша қателесіп отыр. Ол 28 жыл, 1228 жыл отырды таққа. Тышқан жылы. Оның айтып отырғаны тышқаннан кейінгі сиырды айтып отыр. Бір жылға шегілдіріп отыр. Сол кезде бұл 43 жаста еді дейді. Көрдіңіз ба? Бұл Жошыдан кейін, Шағатайдан кейін үшінші баласы 43-ге келіп отыр 28 жылы. А содан бүйтіп қуып беретін болсаң, жаңағы Жошының туған жылы шығады. Жошының туған жылы шамамен 1181 жыл болады. 83 жылы кім келеді? Шағатай, содан кейін 85 жылы жаңа Үкетай туған. Міне өстіп, ара жылдардан жазылғанға анықтау болады. О кездегі адамды шатастырмайтын бір нәрсе жылдың атын жазады о кезде. Сиыр жылы, жылан жылы, тышқан жылы деп. Содан табуға келеді. Мысалы, Шыңғыс ханның туған жылына екі дерек айтылады. Печерин айтады 1162 жыл дейді. Жаңағы Хон Қытай айтады, ол Шыңғыс хан дейді 1155 жыл туған дейді. Өйткені Қытайдікі дәл келеді 1155 жыл деген. Печерин де Қытайдың дерегінен алып отыр 1162 жыл деген. Ал енді бұны туған жылын қарасаң, 9 жылы туып, 9 жыл өлген. Жылды қуып 12 мүшелмен келетін болсаң, 72 жыл 9 жыл туған, 9 жыл тура келеді. 12 жыл. Егер тағы бір жыл туғанда, ол мүшел болатын еді. Шыңғыс хан мүшелге бір жыл жетпей 78 жыл еді. Бірінші жыл 13 жасында болады ғой мүшел. Көрдің ба? Сонда бұл 73-ге жетпей. 72 деген 9 жылдан 6 рет жыл қайталанады. Сонда бұл 72-де өлгені рас болып шығады. Демек, оның туғаны 1162 жыл емес, 1155 жыл деген мына Хунның жазғаны рас болып шығады. 27-де қайтыс болды. Және ол әлгі тұтқынға барған 10 жылда, онда 1000 ол қай уақыт ол? Бесікте жатқанда тұтқынға түсіп кете ме? Өнен кейін бір осы жерде тағы бір не бар. Мына Жошыны бәрі әлгі жаптым жала, жақтым күйе дейді. Жала анықталмаса да күйесі қалады дейді ғой қазақтың мақалы. Жошы меркіттен пайда болып келген дейді. Бұны бұлай енді қазақы шаруашылықты білетін адам білет. Меркіттер қашып келе жатқанда алдынан ана арбалы кемпір шығады ғой. Кемпір шыққаннан кейін қайдан келесің дейді. Мен бұл жақта Шыңғыс ханның ауылынан келдім. Шыңғыс хан ауылында ма дейді. Жоқ, мен білмеймін.